Бүгінгі дәрісімізде біз физиканың іргелі ұғымдарына тереңірек үңілеміз. Энергия кез келген физикалық процестің негізі. Оның екі негізгі түрі кинетикалық және потенциалдық энергиялар денелердің қозғалысы мен орналасуына байланысты болады. Кинетикалық энергия қозғалыстағы дененің энергиясы болса, потенциалдық энергия дененің басқа денелермен өзара әрекеттесуі немесе оның кеңістіктегі орнына байланысты жинақталған энергиясы. Бұл екі энергия түрі механикалық жүйелердің жұмыс істеу қағидаларын түсіну үшін өте маңызды. Сонымен қатар, біз абсолют қатты дененің айналмалы қозғалысының динамикасын, оның ішінде инерция моменті мен айналу моменті сияқты ұғымдарды қарастырамыз. Денелердің қозғалысын сипаттауда импульс пен импульс моментінің сақталу заңдарының рөлі ерекше. Бұл заңдар табиғаттағы көптеген құбылыстарды, соның ішінде соқтығысулар мен айналмалы қозғалыстарды түсіндіруге мүмкіндік береді. Физика ғаламның іргелі заңдарын зерттейтін ғылым. Ол энергия, қозғалыс және динамика сияқты негізгі ұғымдар арқылы табиғат құбылыстарын және күнделікті әрекеттерді сипаттайды. Энергия дененің жұмыс істеу қабілеті. Ол жылу, жарық, механикалық энергия сияқты әртүрлі формада болады. Қозғалыс дененің уақыт өте келе кеңістіктегі орнының өзгеруі. Ол жылдамдық, үдеу сияқты шамалармен сипатталады. Динамика механиканың бір бөлігі, ол денелердің қозғалысын және оны тудыратын күштерді зерттейді. Бұл үш ұғым физикалық әлемді түсінудің негізгі кілті болып табылады. Олардың өзара байланысы бізге күрделі жүйелердің жұмыс істеу принциптерін талдауға және болжауға мүмкіндік береді. Кинетикалық энергия қозғалыстағы дененің энергиясы. Ол дененің массасына және жылдамдығына байланысты болады. Дене неғұрлым ауыр болса, немесе неғұрлым жылдам қозғалса, оның кинетикалық энергиясы соғұрлым көп болады. Кинетикалық энергияның формуласы 2-1-2 м. Бұндағы м дененің массасы, ал оның жылдамдығы. Мысалы, жүгіріп келе жатқан адам, ұшып бара жатқан ұшақ, домалап бара жатқан топ айналып тұрған жел балықтары. Бұл энергия түрі механикалық жұмыс атқаруға қабілетті және басқа энергия түрлеріне айнала алады. Кинетикалық энергияны түсіну қозғалыстағы денелердің әрекетін талдау үшін өте маңызды. Потенциалдық энергия дененің орналасуына немесе күйіне байланысты жинақталған энергия. Ол дененің басқа денелермен өзара әрекеттесуі немесе күш өрісіндегі орны арқылы анықталады. Потенциалдық энергия кинетикалық энергияға айнала алады. Оның екі негізгі түрі бар. Біріншісі гравитациялық потенциалдық энергия, ол дененің жер бетінен белгілі бір биіктікте орналасуына байланысты. Оның формуласы Е-м, мұндағы масса, еркін түсу үдеуі, биіктік. Екіншісі серпімді потенциалдық энергия, ол деформацияланған серіппеде немесе басқа серпімді денеде жинақталады. Оның формуласы Е1-2х, мұндағы серпімділік коэффициенті, деформация шамасы. Мысал ретінде биіктіктегі су, керілген садақ жебесі немесе сығылған серіппе потенциалдық энергияға ие болады. Механикалық энергияның сақталу заңы физиканың іргелі қағидаларының бірі. Ол жүйеге тек консервативті күштер, мысалы ауырлық күші, әсер еткенде жүйенің толық механикалық энергиясы тұрақты болып қалатынын айтады. Яғни кинетикалық және потенциалдық энергиялар бір-біріне айналғанымен, олардың қосындысы өзгеріссіз қалады. Бұл заң физикада өте маңызды және механикалық жүйелердің қозғалысын талдауға, сондай-ақ олардың болашақ күйін болжауға қолданылады. Мысалы, тербеліп тұрған маятниктің ең төменгі нүктесінде кинетикалық энергиясы максималды, ал потенциалдық энергиясы минималды болады. Ең жоғарғы нүктесінде керісінше потенциалдық энергиясы максималды, ал кинетикалық энергиясы минималды болады. Бірақ олардың қосындысы әрқашан бірдей. Айналмалы қозғалыс динамикасы денелердің өз осымен айналуын зерттейтін механиканың бөлімі. Бұл саладағы негізгі ұғымдардың бірі абсолют қатты дене. Абсолют қатты дене деформацияланбайтын, яғни оның кез келген екі нүктесінің ара қашықтығы қозғалыс барысында өзгермейтін идеалды дене.
Айналмалы қозғалысты сипаттауда инерция моменті маңызды рөл атқарады. Инерция моменті дененің айналмалы қозғалыс кезіндегі инерциясының өлшемі. Ол дененің массасы мен оның айналу осіне қатысты массаның таралуына байланысты. Айналу моменті дененің айналуын тудыратын немесе өзгертетін күштің әсерін сипаттайтын физикалық шама. Бұл ұғымдар рульді бұру, дөңгелекті айналдыру, немесе желдеткіштің жұмысы сияқты көптеген күнделікті құбылыстарды түсіндіруге көмектеседі. Айналмалы қозғалыстың динамикалық теңдеуі Ньютонның екінші заңының айналмалы қозғалысқа арналған аналогы болып табылады. Ол айналу моменті, инерция моменті және бұрыштық үдеу арасындағы байланысты сипаттайды. Бұл теңдеу мұндағы айналу моменті, инерция моменті, ал бұрыштық үдеу. Бұл теңдеу айналмалы қозғалыстағы денелердің қалай әрекет ететінін түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, велосипед дөңгелегінің айналуы, гироскоптың тұрақтылығы немесе жердің өз осымен айналуы сияқты құбылыстарды осы теңдеу арқылы талдауға болады. Бұл теңдеу инженерлік есептеулерде, астрономияда және басқа да көптеген ғылыми техникалық салаларда кеңінен қолданылады. Импульс дененің қозғалыс мөлшерін сипаттайтын векторлық шама. Ол дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісіне тең. Мұндағы масса. Импульс дененің басқа денелермен соқтығысқан кездегі әсерін анықтайды. Импульс пен Ньютонның екінші заңы тығыз байланысты. Ньютонның екінші заңын импульс арқылы деп жазуға болады. Мұндағы күш, импульстің өзгеруі, уақыт аралығы. Импульстің сақталу заңы физикадағы ең маңызды заңдардың бірі болып табылады. Ол соқтығысулар мен жарылыстар сияқты процестерді талдау үшін өте пайдалы. Импульстің сақталу заңы сыртқы күштердің әсері болмаған жағдайда тұйық жүйенің толық импульсі тұрақты болып қалатынын айтады. Яғни жүйедегі денелердің өзара әрекеттесуі, мысалы, соқтығысу, олардың жеке импульстерін өзгертуі мүмкін. Жүйенің жалпы импульсі өзгеріссіз қалады. Бұл заң Ньютонның үшінші заңынан туындайды. Ол әрекет пен қарсы әрекет күштерінің тең және қарама-қарсы бағытталғанын айтады. Соқтығысуға дейінгі жалпы импульс соқтығысудан кейінгі жалпы импульске тең болады. Бұл қағида ракета қозғалысы, артиллериялық атыс және атомдық бөлшектердің соқтығысуы сияқты көптеген физикалық құбылыстарды түсіндіруде қолданылады. Импульс моменті айналмалы қозғалыстағы дененің қозғалыс мөлшерін сипаттайтын векторлық шама. Ол инерция моменті мен бұрыштық жылдамдықтың көбейтіндісіне тең. Мұндағы импульс моменті, инерция моменті, ал жылдамдық. Импульс моментінің сақталу заңы сыртқы айналу моменті болмаған жағдайда жүйенің толық импульс моменті тұрақты болып қалатынын айтады. Бұл заң планеталардың қозғалысында, спортта, мысалы, мұз айдында айналатын конькишінің қолдарын жинағанда жылдамдығының артуы және спутниктердің орбиталық қозғалысында көрініс табады. Импульс моментінің сақталуы ғаламдағы көптеген айналмалы жүйелердің тұрақтылығын түсіндіруге мүмкіндік береді. Бүгінгі дәрісімізде біз энергия, қозғалыс және динамиканың негізгі ұғымдарын, сондай-ақ импульс пен импульс моментінің сақталу заңдарын қарастырдық. Бұл іргелі қағидалар физикалық әлемді түсінудің негізі болып табылады. Олардың қолданылу аясы өте кең. Мысалы, инженерлік салада энергияны тиімді пайдалану машиналар мен құрылымдарды жобалау үшін қажет. Астрономияда планеталардың, жұлдыздардың және галактикалардың қозғалысын зерттеуде қолданылады. Спорттық биомеханикада спортшылардың қозғалысын талдау және олардың нәтижелерін жақсарту үшін маңызды. Қоршаған ортаны қорғауда энергияның сақталу заңдары баламалы энергия көздерін дамытуда және энергия тиімділігін арттыруда шешуші рөл атқарады. Бұл білімдер бізге қоршаған ортаны тереңірек түсінуге және онымен тиімді әрекеттесуге мүмкіндік береді.